Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай қытырлақ қаттама нанның рецептімен бөлісемін. Қаттама нанымыз мінекей осындай керемет, прямо жаңа қатпарлы болып шығады. Және өте қытырлақ болып шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Мен сіздерге осының жасалу жолын көрсетемін. Алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Мінекей електен өткізілген ұн, міндетті түрде електен өткізу керек ұнды. Және тұз, азғантай ғана, көп емес, азғантай ғана осылай тұз саламыз. Одан кейін осыны су құйып, яғни кәдімгі кранның суы жарайды, соны құйып отырып, қаттылау қылып қамыр бастырамыз. Яғни кәдімгі еттің қамыры сияқты қылып қамыр бастырып шығарамыз. Мінекей осылай қолдың көмегімен илеп отырып қатты қамыр бастырамыз. Илейміз дейміз, бастырамыз деймін, айту сондай. Қамыр бастырып шығамыз. Тек қана бұлда су мен тұз ғана қажет, басқа ештеңенің қажеті жоқ артық. Қамырды осылай бастыра бастаймыз. Мен енді осыны жақсылап илеп, қамырын ең қандырып алып, қатты қамыр қылып шығардым. Осындай қамыр болды. Осыны аз уақытқа тындырып қойып қоямыз. Тындырып қойған қамырым осындай болып шықты. Бұны енді кәдімгі етке жайған сияқты қылып жаямыз, үлкен қылып жұқалап тұрып. Жұқа әдемі болып шықты қамырымыз. Оған енді май, ертілген майымызды, жаңағыда мен маргарин ерттім, яғни соны ертіп барлық жеріне жеткізіп тұрып жұқалап жағып шығамыз. Жағып шықтым осыны. Енді осыны қолдың көмегімен жинай бастаймыз, яғни жаңағыдай қамырымызды ораймыз. Осындай рулет сияқты қылып шықты. Осыны аз уақытқа холодильникке салып қоямыз. Холодильниктен аз уақытқа қатты. Одан кейін осыны алып, енді бірнеше бөліктерге бөліп аламыз да бұны ысамыз. Яғни кәдімгі лепешка сияқты қылып отырып, дөңгелек лепешка қылып шығарамыз. Осындай дөңгелек лепешкалар шықты. Бұны енді алып біз майға, яғни табамызға май құйып, маргарин, сары май болсын құйып отырып, бұны пісіріп шығарамыз. Менде бірнеше шықты. Сіздер үлкендеу қылып шығарсаңыздар да болады, кішкентай болса да болады, бәрібір несі жоқ. Осылай табамызға май құйып, түбіне құйып отырып, пісіріп шығамыз. Яғни маргаринге пісіру керек. Біздің қатпарлы қаттама нанымыз екі жағын бірдей қылып пісіріп шығардым. Яғни қатты күйіп кетпеу керек, қатты отта. Жай отта ғана екі жағын аударып отырып пісіріп шықтым. Қаттама наным керемет, осындай болып қытырлақ болып шықты. Кәдімгі самсаның қамыры сияқты өте жұқа, үгілмелі болып шығады. Сіздер жасап көріңіздер. Осындай әдемі керемет болып шығады. Шайға, кешкі шайға, бестің шайына пісіріп жесеңіздер де өте оңай рецепттердің бірі деп ойлаймын.